Қайырлы күн, сіздерді бір әдемі сайтпен таныстырғым келіп отыр. Ата-ана үшін де, оқушы үшін де, мұғалім үшін де өте қажетті сайттардың бірі. Ол Қалам KZ. Я, естулеріңіз бар шығар. Оның ішінде 20 есеп бар, және оның астында түсіндірме жазбаша түрінде, және видео түрінде түсіндірмесі бар. Ол үшін сіз мұғаліміңіз арнайында өзі тіркеледі, тегін тіркеледі, регистрацияны басса, аты жөні, сыныбы, жалпы өз туралы ақпарат жазылады. Мына профильде мына жерде мұғалімнің коды болады. Мына менің кодым, мысалы үшін, осы код арқылы оқушы мұғалім коды дегенге осыны жазса, сіздер жазып кіре берсеңіздер болады. Менің аты жөнім шығады. Кімнің кодын жазса, соның аты жөні шығады, және сол жерде оқушылардың, тіркелген оқушылардың тізімі, аты жөні барлығы көрінеді. Мысалы үшін, міне маған тіркелген оқушылар класспен тіркелген, жаңағы мектептің атымен, егер сіздің оқушыңыз емес болса, өшіріп тастауға болады. Бұл мұғалімге арналған. Ал оқушыға кіргеннен кейін, мұғалімнің кодын басқаннан кейін, есептер бөлімінде мына жерде 1-ші сыныптан 10-ші сыныпқа дейін бүткіл тақырып әртүрлі деңгейде тарау-тараумен дайын есептер ғой. Мына жерде ұбт-ға дайындық логикалық есептері бар. Және мысалы үшін 1-ші сыныпты ашатын болсақ, 1-ші сыныпты ашатын болсақ, міне тарау бойынша, мысалы үшін, олар қазір ондық деген ондықтар бөлімінде жүр. Мысалы, азайту және қосу есептерді қарау, мынаны басса есеп шығарылу уақыты жүріп өтеді. Міне видео түсіндірме шешуін көрсет. Мысалы, мынау қанша болады? Кәдімгідей жазады мәнін. Тексеру. Егер міне жауабыңыз дұрыс. Егер біз қате орындасақ, ол әрмен қарап екінші есепке өткізбейді. Тек бұл математика, көрдіңіз бе? Қайталап, менде екі не бар, мүмкіндік бар. Қайта көруіне қызыл свет дұрыс емес жауап, жасыл свет дұрыс жауап. Үш бұрыш қайталап орындады деген сөз. Ал дөңгелек бір орындағаннан мәнін тапты деген сөз. Жаңағы мысалды көріп алдық, енді қарасаңыз есеп ауысты уже. Тура сол есептің жауабын көрсетті бізге қалай шығарған, бірақ ауысты. Егер де мен мына шығара алмасам, видео түсіндірме дегенді басам. Осы жерде міне астында қалай орындау керектігі көрсетіледі. Сол бойынша түсініп аламын да, мәнін таба саламын. Тексеру. Міне жауабыңыз дұрыс бол. Қате болса, осы жерден қарауыңызға болады, шешімін көріп ала аласыз. Бірақ келесін басқанда уже басқа есеп шығады. Дәл сол сияқты мысалыға 5-ші сыныпты алайық. 5-ші сынып қазір ондық бөлшектерге амалдар қолдануда жүр. Мына бақылау жұмысын өзіңіз қоссаңыз болады. Біліміңді тексерді өзіңіз қоссаңыз болады. Мынау тақырыптары бойынша. Міне. Қазір мынада жүр, көбейту, бөлу тақырыбында. Есептерді қарап шықсаңыз да болады, немесе орындасаңыз да болады. Мынаны көбейткенде үтір қайда қарап жылжиды, мысалы үшін? Алға қарап жылжи ма? Онда соны белгілейсіз. Егер сізде белгілеу жоқ болса, мынаны үстін басу арқылы 9, 8 осылай жазсам болады. Дұрыс болса, міне келесіге өткізді. Проценті бәрі көрініп отырады бұл жерде. Мысалы үшін ұбт-ға дайындықты ашайық. Міне, тарау бойынша, яғни тақырып бойынша барлығы бар. Трапецияның қасиеттері 8-ші сынып бойынша екен, геометрия 2, ықтималдықтар. Міне осылай тауып ала берсеңіз болады. Өзіндік жұмысты мұғалім міне әр сыныпқа бөліп жасауына болады. Міне де өзіндік жұмысты басу арқылы орындалу мерзімі барлығын құрап, дайын тапсырма етіп беріп, үй жұмысы ретінде беруге болады, бақылау жұмысын жасауға болады. Рейтинг бақылап отырасыз. Жалпы мына жерде мысалы үшін мектеп атауын, оқушы қай класс екенін көрсете отырып, профиль бұл барлық мұғалімге де оқушыға да қажетті жер. Міне осы жерді толтыруыңыз керек. Құпия сөзіңізді ауыстыра аласыз. Басында
қате жасаған болсаңыз, міне жалпы есеп саны әр неде 20 есептен бар. Өте оңай, мына есептің өзі, мынаныңша 20 есептен ойлаңыз әрқайсысында. Әр тақырыпта 20 есептен жан-жақты қарастырылған ғой. Қарап біліміңіздің сапасын көтеріп алыңыз.